Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен пиццаға арналған соусты бірге жасайтын боламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, пиццаңыз кәдімгі пиццериядағыдай дәм беретін болады. Ең алдымен бізге 2 қызанақ және орегано дәмдеуші, чеснок, паприка қажет болады. Ең алдымен мен қызанақтарымды осылай ыстық суға салып алдым. Сонда қабығынан тез ажыралатын болады. Осылай қызанақтарымызды қабығынан ажыратып, сосын түптерін алып тастаймыз. Сосын 3-4 бөліктерге бөліп, яғни блендерге салып майдалап алатын боламыз. Мен 2 чеснокты да осылай блендерге турап салып жіберетін боламын. Осылай қызанағымызды дайындап алдық. Енді біз қызып тұрған сковородкамызға 4 ас қасықта майымызды құйып алатын боламыз. Оның үстінен тағы бір чесноктың бөлігін мен майдалап турап, сарғыш түске кіргенше қуырып алатын боламыз. Яғни көп қуырылып кетпесін. Одан соң оның үстінен орегано деп аталатын соусқа арналған дәмдеушімізден 1 шай қасықта салып 15-20 секундтай қуырамыз. 20 секундтан асып кетпесін, ащы дәм шығып қалуы мүмкін. Енді оның үстінен жаңағы қызанағымызды құйып жібереміз де араластыратын боламыз. Мен шай қасықтың ұшымен тұз салатын боламын. Өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай, яғни қалауларыңыз бойынша тұз салсаңыздар болады. Және 1 шай қасықта паприка саламын. Енді 3 минуттай тоқтатпай осылай араластырып қуыратын боламыз. Газдың астын ең жоғарғы отта қуыра беріңіздер. Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий арқылы өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.